Қайырлы күн. Қош келдіңіз. Қазақ тілін үйретуге дайынбыз. Ендеше бастайық. Сәлем достар, қазақша үйренейік бағдарламасы бүгін сіздермен тағы да бірге. Қалай қазақ тілін жақсы үйреніп жатырсыздар ма? Жақсы үйреніп жатыр деген үміттемін. Ендеше бүгінгі тақырыбымызға назар аударайық. Бүгін біз сіздерге өтініш толтыру формалары менен шақыру формалары туралы сөз етеміз. Ең алдымен назарымызды тақтаға аударайық. Тақтада шақыру формасында жасалған әдемі диалог берілген. Диалогқа назар аударсақ. Алло, сәлеметсіз бе? Алло, здравствуйте. Қайырлы кеш. Кеше телефон соққаным үшін айып етпеңіз. Добрый вечер. Извините за то, что беспокою в ночное время. Жоға, о не дегеніңіз? Тыңдап тұрмын. Айта беріңіз. Да нет, ничего страшного. Я слушаю. Говорите. Олжан, сізді күйеуіңізбен бірге қонаққа шақырғымыз келеді. Уақытыңыз бар ма? Олжан, мы бы хотели пригласить вас с мужем в гости. Есть ли у вас свободное время? Қуана-қуана келеміз. С радостью придем. Онда біз сіздерді дүйсенбі күні кешкі сағат 7-де күтсек болады ма? В таком случае можем ли мы вас ожидать в понедельник к 7 вечеру? Я, әрине, кешке боспыз. Да, конечно, к вечеру мы свободны. Көріскенше сау болыңыз. До встречи. Пока. Сау болыңыз. Пока. Шақырту формасында жасалған диалог сіздерге түсінікті болды деген үміттемін. Енді бүгінгі грамматикалық тақырып, яғни рай категорияларын назар аударайық. Рай категориялары орысша айтқан кезде наклонение глагола. Енді қазақ тілінде 4 рай категориясы бар. Біріншісі ол ашық рай, яғни изъявительное наклонение. Екіншісі бұйрық рай, повелительное наклонение. Үшіншісі қалау рай, желательное наклонение. Және төртіншісі шартты рай, яғни условное наклонение. Енді осы рай категориялардан назар аударалық. Бірінші, біз сіздерге ұсынған мына бір диалогтан ашық рай категорияларын анықтайық. Мәселен, мына жердегі жоға, о не дегеніңіз? Тыңдап тұрмын, айта беріңіз деген сөйлемде тыңдап тұрмын. Бұл ашық рай категориясында жасалған. Ашық рай категориясы, яғни бұл үш жақта да жасала береді. Және де субъектінің шындыққа қатыстылығын айқындайды. Келесі, дәл солайша, мысалы, қуана-қуана келеміз, яғни біз келеміз. Көпше түрде көрсетілген. Және ең соңғысы, әрине, кешке боспыз. Әрине, кешке боспыз. Бұл жерде мы свободны, боспыз. Бұл да ашық рай категориясына жатады. Келесі, Олжан, сізді күйеуіңізбен бірге қонаққа шақырғымыз келеді. Назарымызды шақырғымыз келеді деген сөзге аударсақ. Шақырғымыз келеді. Хотим пригласить. Это стоит именно в желательном наклонении, яғни қалаурай. Қазақ тілінде қалаурайдың жасалу жолы мынадай. Ол етістікке ғ, г, х, к жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, шақырғымыз келеді. Оның түбірі шақыр, одан кейін ғ, ол жұрнақ, және де біз шақырғымыз келеді. Яғни, жүктік жалғауының көпше түріндегі бірінші формасында жасалған. Келесі, онда біз сіздерді дүйсенбі күні кешкі сағат 7-де күтсек болады ма? Деген сөйлем шартты рай арқылы жасалған. Оған себеп күтсек болады ма? Яғни, күтсек, можем ли мы вас ожидать? Бұл шартты райда тұр. Шартты райдың жасалуының қазақ тілінде мынадай формасы бар. Бұл етістікке са, се жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Яғни, күтсек, яғни түбірі күт, се шартты райдың жұрнағы, және де біз күтсек, жүктік жалғауының көпше түріндегі бірінші формасында жасалған. Және ең соңғысы бұл бұйрық рай. Бұйрық рай біз көрсеткен диалогта, мысалы, жоға, о не дегеніңіз? Тыңдап тұрмын, айта беріңіз деген сөйлемдегі айта беріңіз, сіз айта беріңіз. Яғни, повелительное наклонение бұл бұйрық рай. Бұл жүктік жалғауының жекеше түріндегі екінші жақ формасында жасалған. Яғни, сыпайы түрде. Ендеше достар, бұл жолы сіздерге шығармашылық тапсырма ұсынамыз. Ол үшін сіздер өздеріңіз осылайша достарыңызды
4 түрлі рай категориясын пайдалану арқылы қонаққа шақырсаңыздар болады. Тапсырманы орындағандарыңызға көз жеткізу үшін оны міндетті түрде астында пікірге қалдырып кетіңіз. Біз міндетті түрде тексереміз. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.